Малина мен брауни тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ қоспаларды електен өткіздіреміз. Ұнды және какаоны. Сонда бізде қамыр жақсы көтерілетін болады. Тұз, сода және қамыр қопсытқышты салып, бір келкетіп араластырамыз. Қантымызды қосамыз, араластырамыз. Жұмыртқа салып, қамырымыздың үстіне араластырамыз. Сүт және сұйық май қосамыз. Қоюланғаннан кейін қайнап тұрған суды қойып, формада пеште пісіріп алатын боламыз. Желатинге суды қосып, араластырып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Баяу отта малинамызды ерітіп, қатқан желатинді қосып, суытып қоямыз. Сливкимізге қант ұнтағын қосып, орташа қоюлықта миксерлеп аламыз. Және жаңа суытып қойған малинамызды үстінен қосып, бір келкетіп араластырамыз. Мешокқа салып, холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін кремін дайындайтын боламыз. Творожный сырға сливкимізді қосып, қант ұнтағын қосып, қою крем болғанша бізде миксерлейтін боламыз. Где-то 10 минуттай осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде осыны қою крем пайда болады. Кремді екіге бөліп аламыз. Яғни 4-тен 1 бөлігін бір қапшыққа, 4-тен 3 бөлігін бір қапшыққа саламыз. Ол торттың ішіне және сыртына кететін болады. Көп мөлшері әрине торттың ішіне, ал аз мөлшері торттың сыртына жағуға. Тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Кішкентай бөлігін жаңа корждарымызды алып жинаймыз. Кремімізді жағып шығамыз. Үстінен малинамызды құйып, тегістеп, осылай екінші коржымызды салып, форманы салып қысатын боламыз. Өйткені бізде жан жағы ровно шығу керек. Осылай ақырындап тортты жинап шығамыз. Әр коржымызды салған сайын форманы қысып отырамыз. Шоколадқа сливкиді қосып ертіп аламыз. Жаңағы біз тортымызды холодильникке бір түн тұрды. Холодильниктен шығарып, екінші дайындап қойған кремімізді осылай бір тегіс етіп жағып шығамыз. Креміміз бір күн менде тоңазытқышта тұрды. Еш нәрсе қылмайды. Осылай бетін тегістеп шығамыз. Мен сәндік үшін жаңағы осындай щеткамен тегістеп шықтым. 3-4 сағатқа холодильникке қоямыз және суыған шоколадымызды бетіне құйып шығамыз. Менде осындай қызыл шоколадтар бар. Үстіне посыпка септім және Орео печеньесін қойып сәндеп шықтым.